Сыбайлас жемқорлық пен заң бұзу фактілері азаймай отыр. Бүгін Алматы қаласы бойынша тәртіптік кеңес отырысында Алматы Энергосбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті есеп берді. Өйткені олардың жұмыстарынан олқылықтар байқалған. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Проверки должны быть только объективные и только по обращению. Граждане должны проявлять активную позицию и обращаться. На это и есть государство. А если граждане не обращаются, значит у них все нормально. Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті қызметтерін заңнамаға сай жүзеге асырылып жатқанына көз жеткізу үшін жоспардан тыс тексеріс ұйымдастырылған. Нәтижесінде қызмет түрлері стандартқа сай жүргізілмегендігі анықталған. Мы постоянно проводим мониторинг. Барлық олқылықтар үшін ескертулер жасалып, шешімдер шығарылды. Қазір 6 бейнебақылау камерасы орнатылып, әр кабинетте арнайы мамандар жұмыс істеп отыр. Бұл біздің комитетте жемқорлық пен қателіктерге жол бермеудің алдын алады деп ойлаймыз. Сондай-ақ заң бұзушылықтар Алматы Энергосбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде де байқалған. Атап айтқанда, дербес шот ашу үшін тұтынушыдан жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін құжаттарды талап ету міндетті ретінде көрсетілмеген. Бұл қателікті компания басшылығы ретке келтіргенін айтады. Қазіргі таңда Алматы Энергосбыт барлық заң бұзушылықтарды жойып, осы жылдың сәуірінен бастап электр энергиясын қолдану ережесіне сәйкес жұмысын жалғастыруда. Сыбайлас жемқорлықтың жасалуына жағдай туғызатын кемшіліктерді заңның 12-ші бабы 1-ші тармағы бойынша орын алғанын кейін аңғардық. Айта кету керек, жыл басынан бері сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңның және мемлекеттік қызметшілердің ар-намыс кодексін бұзғаны үшін Алматы қаласы мемлекеттік органдардың 11 лауазымды тұлғасы тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Ақбота Мұсабекқызы, Жанат Абдрахманов, Казахньюс, Алматы.